Қазақ халқы ежелден мұсылман. Біздің мұсылмандығымыздың ұлы бір жолы, оның бір қағанаты сияқты қазақи салт дәстүріміз қалыптасты. Жалпы салт дәстүрдің діндегі орны бар. Егер ол шариғат шеңберінен шықпаса, бұл әдет, ғұрф деген әдетпен бізге орындауға қажетті болған дүние болып табылады. Кейбіреулер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін сөзбе-сөз тікелей түсініп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен сендерге екі нәрсені тастадым, біреуі аят, екіншісі Құран, біріншісі Құран, екіншісі хадис деді ғой. Демек, бұдан басқа ештеңе берген жоқ деген түсінікті айтады. Бұл қате сөз. Неге? Өйткені біздің күнделікті өміріміздегі кейбір мәселелер салтпенен қалыптасқан дүние. Қазақтың ұлттық киімі, нәсілі, оның үрдісі, оның сөзі, оның күнделікті өмір тірлігінің барлығы салт дәстүр негізінде қалыптасқан. Сондықтан дін ол ағып жатқан бұлақ, біздің салт дәстүріміз түгелей жанында жатқан, жағалай жатқан құрақтай. Сол құрағымыз ол әрдайым жалғастыру керек. Тіпті былай айтуға болады, дін салт дәстүрді сақтайды, салт дәстүр дінді сақтайды. Мынандай түстік болу керек. Мысалы, өзбек көрші халқы, мысалы айтайық түрік халқы, олар бізге қарағанда, қазаққа қарағанда діншілдігін біз мойындаймыз, олар діншіл. Бірақ неге осынша ғасырдан бері бұл халықтар жоқ болып кеткен жоқ? Мұсылман ұстай тұра арабтарға құл болған жоқ. Өйткені шынайы дін белгілі бір ұлттың мүддесіне жұмыс істемейді. Ол сол ұлтты, сол халықты сақтауға, тілін, ділін, болмысын сақтауға ұлы бір құрал болып табылады.